Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Сұлтан. Бұл ағылшын тілі 0-ден бастап 24-ші сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы don't have, doesn't have. Яғни алдыңғы өткен тақырып have has болса, онда бүгін біз соған байланысты болымсыз сөйлемдерді құрастыруды үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақта біз өткенде I have деген мағынасы менде бар деген болатын. Немесе ода бар, сіздерде, сендерде бар, бізде бар, оларда бар деген мағына. Енді менде жоқ деген қалай болады екен? I don't have. Менде жоқ. I don't have. Ода жоқ. He doesn't have. Ода жоқ. He doesn't have. Әйелдерге, ода жоқ заттарға, жануарларға it doesn't have. Сіздерге бір түсіндіре кетейін мына жерде. Don't дегеніміз ол бізде мынандай do not дегеннің қысқартылған түрі. Ал doesn't дегеніміз does not. Бұл біз осы көмекші сөздерді қоямыз да сөйлемді болымсыз түрге айналдырамыз. Және қалғаны бастапқы формасында қалып қала береді. Және назар аударатын бір жайт, мына жерде алдыңда бізде has болатын болса, енді have болып өзгеріп кетті. Өйткені as мына жаққа кетті де doesn't have болып кетті. You don't have, we don't have, they don't have. Түсіндіңіз деп ойлаймын. Менде жоқ, ода жоқ ер адамдарға, ода жоқ әйел адамдарға. It doesn't have. Ода жоқ заттарға, жануарларға. You don't have. Сенде, сізде, сендерде, сіздерде жоқ. We don't have. Бізде жоқ. They don't have. Оларда жоқ. Енді дәл алдыңғы мысал, қоян түрі және оның сәбізі, мына жақта құмырсқалар және олардың алмалары. Енді біз былай айтуымызға болады. Қоян дегеніміз бізде жануар болғандықтан біз it деп айта береміз. It doesn't have an apple. It doesn't have an apple. Яғни ода алма жоқ. It doesn't have an apple. Ода сәбіз бар. Енді құмырсқаларға қатысты былай айтсақ болады. Бірнеше құмырсқа жүр мына жерде. Сондықтан біз they деп аталамыз. Өйткені they тек қана адамдарға емес, ол жануарларға да қолданылуы мүмкін, заттарға да қолданылуы мүмкін. Сонымен they don't have a carrot. They don't have a carrot. Оларда сәбіз жоқ, оларда алма. Қазір келесі тағы да мысалдарды қарастырайық. Жаттығу. Бұл жерде біз бос орынды толықтыруымыз қажет. She short hair. Short дегеніміз қысқа, hair дегеніміз шаш. She дегеніміз ол әйелдерге. Сонымен ода қысқа шашы жоқ деп қалай айтады екенбіз. Ағылшындар сөйтіп айтады. She doesn't have short hair. She doesn't have short hair. Келесі, he an umbrella. Umbrella дегеніміз қолшатыр. An артиклі қолданады, өйткені бұл жекеше тұрған саналатын зат есім. Алғашқы рет қолданып тұр. He, дәл солай. He doesn't have an umbrella. Келесі, I, a bike. Bike дегеніміз велосипед қазақша, орысша қазақшада бәрі бірдей, велосипед. Алғаш рет қолданып тұрмыз. Жекеше саналатын зат есім. A артиклін қолдандық өйткені bike дауыссыздан басталып тұр. Бұл жерде дауыссыздан басталып тұр, сондықтан біз an деген артиклді қолдандық. Енді I, they, we дегендерге біз don't қолдана береміз. Сонымен I don't have a bike. Келесі. They exams. Exams дегеніміз емтихандар деген. S көпше түрді көрсетіп тұр, яғни оларда емтихандар жоқ, емтихандар болмайды деген мағынада. They don't have exams.
We, біз, money, ақша. Бізде ақша жоқ деген қалай болады екен? We don't have money. Бізде ақша жоқ. A snake legs. Snake дегеніміз бізде жылан. Алғашқы рет айтып тұрмыз. Саналады жылан дегеніміз жекеше тұрған зат есім. Legs дегеніміз аяқтары деген сөз. Leg дегеніміз аяқ. S жалғауы көптік жалғауы. Аяқтар, оның аяқтары жоқ. Яғни біз snake деген жануар болғандықтан біз it қолдана береміз. Бізде he, she, it та doesn't қолданылады. Сонымен snake doesn't have legs. Достар, сонымен біз сабақтың аяғына да келіп жеттік. Біздің каналымызға жазылыңыздар. Әлі де көптеген пайдалы, қызықты сабақтар салынатын болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, төменде комментарийға жазып кетіңіздер. Осы видеоға лайк басыңыздар. Өздеріңіз достарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сонымен келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye.